Бұл кісі сиырға тигені үшін ұрып соғып, контрреволюционер деп аталып, көшелермен қол аяғы байланып жүрді. Осы уақытта Джиуэр қуаныштан күлімсіреп тұрды. Ауыл басшысы Нью-Эрге сиырды жасыру үшін артқы төбелерден туннель қазуды бұйырды. Ол кетіп бара жатқанда Джиуэр кенеттен жүгіріп келіп, Нью-Эрдің білегіне сүйіспеншіліктерінің белгісі ретінде тағып алған күміс білезігін алғысы келді. Нью-Эр оны оған тағып алды, ал Джиуэр қуана қашып кетті. Нью-Эр туннель қазғаннан кейін Джиуэрге үйленуді де жоспарлады. Бірақ Нью-Эр оралғанда бәрі өзгерді. Ауыл өлі тыныштыққа оранды. Нью-Эр үрейленіп айналасына қарады, бірақ ешкімді көрмеді. Күйеуі. Ол қайда? Дәл сол кезде ол кенеттен Джиуэрді есіне түсіріп, бірден оның үйіне жүгірді, бірақ оның да жоқ екенін көріп көңілі қалды. Нью-Эр бұл қорқынышты көріністі көргенше асығыс жүгірді. Ауыл тұрғындары жапондар тірідей өртеп жіберді. Сансыз күйген мәйіттер шашыраңқы жатты. Қорқынышты көрініс Нью-Эрдің рухын мүлдем күйдірді. Сандырақтаған ол құлап көп адамға соғылды. Нью-Эр қорқыныштан айғайлады. Сол кезде ол күміс білезік таққан адамды көрді. Бұл Джиуэр еді. Джиуэрді де жапондар өлтірген. Нью-Эр жүрегі ауырып, бұрышта тығылып отырды. Кенеттен ол ауыл басшысы қорғауды сұраған сиырды есіне алды. Ол ауыл басшысының үйіне жүгірді. Екі тұншықтырылған дыбыс естілді. Нью-Эр құлады. Оның алдында сиыр пайда болды. 8-ші жыл армиясы қалдырған сүтті сиыр. Сиырды тауып алмау үшін ауыл басшысы оған дыбыс шығару үшін дәрі беріп, жақсырақ жасыру үшін сары түске бояған. Нью-Эр сиырды дыбыс шығаруға мүмкіндік беретін шөптерді іздеу үшін ауыл тұрғынның үйіне апарды, бірақ сиыр жеуден бас тартты. Ашуланған Нью-Эр отырып, оны елемей қойды. Сиыр Нью-Эрге қарады да өздігінен тамақтана бастады. Қыңырлықпен қозғалудан бас тартып артқа шегінді. 8 және 9 сиырлардың арасындағы айырмашылық таңқаларлық еді. Нью-Эр сиырға қарап Джиуэрді ойлады. Ол Джиуэрмен бақытты өмір сүруге үміттенген еді, бірақ енді бәрі күйреді. Осылайша сиыр Джиуэрге айналды. Содан бері ол мен Нью-Эр бір-біріне өмір сүру үшін тәуелді болды. Сонымен қатар Нью-Эр ауылдың сыртына жапон сарбаздарының тағы бір толқыны келгенін білмеді. Ауылдың бос қалғанын көрген сарбаздар кең көлемді іздеу жүргізбеді және жай ғана лагерь құрды. Нью-Эр аулада жасырынып жүрген сарбаздарды тапты. Олар шығудан қорықты. Содан кейін күтпеген нәрсе болды. Джиуэрдің мылқаулығын емдеу үшін қолданылатын шөп дәрісі шынымен де жұмыс істеді.